Сәлем достар, соңғы жаңалықтардан тыңдай отырыңыздар және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ресейде әскерге жарамды азаматтарды соғысқа алу жайлы жарлық шықты дегелі Қазақстанға ресейліктер ағылып келіп жатыр. Шекарада 10 километрлік кептелістер пайда болған. Кешеге дейін Украина жеріндегі соғысты спецоперация тек контрактниктерді тартқан. Соның ішінде әскери компанияға байқаусызда ілігіп кетпейін деп Қазақстанға 700 мың ресейлік қашып кіріп еді. Олар не істеп жүр? Қайда тұрып жатыр? Қандай қылмыстар жасады? Нендей кәсіп ашты? Ешқандай социологиялық зерттеу жоқ. Ал енді ресми мобилизация басталды. Мамандар Қазақстанға қашып кіретін ресейліктер саны 3 миллионға асуы мүмкін деп отыр. Қазірдің өзінде Telegram, ВКонтакте чаттарда шекарадан заңды, заңсыз өтудің жолдары бір-біріне үйретіп жатыр. Және бұл келе жатқандар билік өкілдері айтып жатқандай орта дәулетті емес. Соңғы тиынына пойызға билет алып, автобуспен келе жатыр. Қаржысы жоқ. Бұл қалың топ ертең елдегі криминалдық ахуалдың қиындатып жіберетіні анық. Тек орыс тілінде қызмет талап етіңдер деп чаттарда үгіт жүріп жатыр. Ертең тіл ұлтаралық кикілжің күшейеді. Кешегі 600 мың келімсек Алматы, Астанада пәтер сатып алып бастап еді. Соның салдарынан Алматы, Астанада үй бағасы, жалдау ақысы 40-50% дейін қымбаттап кеткен еді. Енді миллиондағаны кірсе, баспана құны ұшады. Қонақ үй, көлік бағасы, ішіп жем, таксидің ақысы қатты қымбаттап кетері анық. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев Қазақстанға көшкісі келетін ресейліктер жөнінде журналистердің сұхбатына жауап берді. Ол өз сұхбатында: консультациялардың барлығы жүріп жатыр. Бұл жерде біз бір нәрсені ескеруіміз керек. Біздің басқа елдермен келісімдеріміз, шарттарымыз бар. Соған сәйкес міндеттемелеріміз бар. Қазір бізге шетелден адам көп келіп, олардың бәріне ықтиярхат берілуі мүмкін деген сұрақ туындап жатыр. Егер Ресей азаматтары бізге келгісі келсе, біз бұл процесті шектей алмаймыз. Шектемеуіміз де керек. Белгілі бір шаруаларымен келіп кетіп қалатын болса, бәрі заңнама шеңберінде болса, бұл тұрғыда ешқандай мәселе туындамауы керек, дейді Сенат спикері Мәулен Әшімбаев. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ, алдымен шекараны жабу керек. Соңғы мәліметке сенсек, басым бөлігі Европаға, қалғаны Қазақстанға қашуға тырысуда. Ресей, Финляндия шекарасында көліктер тізбегі 35 шақырымға дейін жеткен. Бүгінгі күнде Google'дың ең көп іздейтін сауал: соғысқа қалай бармай қалуға болады? Қайда қашуға болады? Шекаралас Қазақстанды таңдап отырған аз емес. Әуе темір жол бағытында билет бағасы күрт көтерілді. Тіпті Телеграмда Қазақстанға көшетіндерін деген чат құрып, өздеріне қай өңірде қандай жағдай бар екенін ашық талқылауда. Соғыстың басынан бері хохолдарға сол керек деп үнсіз жатқан жұрт енді жаппай наразылыққа шығуда. Баламды соғысқа жібермеймін, Путин оқапқа өзің түс деп ұрандатқан топ күшеюде. Күштік құрылымдар да қарап қалмады. Митинг белсенділерін аяусыз ұрып-соғып тоғытуда. Мәскеу прокуратурасының мобилизацияға қарсы шеруге шыққандарға 15 жылға дейін түрмеге қамайтынын айтып сес көрсетуде. Атың жаман болса, сатып құтыларсың. Көршің жаман болса, қайтып құтыларсың. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.